Бүгін бізде қазақ тіл сабаққа сіздерге сәттілік тіледім бүгінгі күндеріңізге. Бүгін бізде күннің реті қыркүйектің 14-і, аптаның күні дүйсенбі, бірінші күн. Жаңа тақырыбымыз жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Біз өткен сабақта дыбыстарды екі топқа бөлдіге, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар ешқандай кедергіге ұшырамайды, олар буын құрай алады. Ал дауыссыз дыбыстар олар кедергіге ұшырағандықтан дыбыс шығатын кезінде кедергіге ұшырайды. Олар екеуі бір-біріне қатар, екі дауыссыз дыбыс қатар келеді, олар буын құрай алмайды екен. Білдік, соны. Енді бүгін бізде дауысты дыбыстарымыз жуан және жіңішке болып бөлінеді екен. Қане ережеге мән берейік. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке дауыстылар болып екіге бөлінеді екен. Жуан дауыстылар неге? А, О, О, А, У. Ал жіңішке дауыстылар Ә, Е, Ү, Э, Ө, Э, И, У. Кейде жуан, кейде жіңішке дыбыс болып саналады екен. Мына нені топтастырған дыбыстарды дәптерге жазып алайық. Бізге тапсырма барысында керек болады. Тақырып түсінікті деп ойлаймын. Біз былтыр ғана өттік. Дауысты дыбыстардың бөлінуін біз кеңейтілген түрде биыл өтетін боламыз. Дауысты дыбыстарды ұмытпаймыз, қызыл түспен белгілейміз. Жақсы. Енді тапсырма барысында білімімізді бекітетін боламыз. Бірінші тапсырма. Мына жерде көп нүктелер берілген. Сөздердің ортасында көп нүктелер берілген. Оның орнына тиісті дауысты дыбысты қою керек. Мысалға, бірінші тапсырмада от деген, мен міне аны қойдым, отан деген сөз шықты. Енді қалған сөздер оп-оңай. Соны көп нүктені қойып, бірден дәптерге жазуға болады. Дәптерге жазған кезде дәптер таза, жолдарды сақтап, кеңістікті дұрыс бағдарлап, солай жазамыз. Екінші тапсырма. Мынандай мақал мәтел берілген екен. Ерден ердің артықшылығы білігі, елден елдің артықшылығы бірлігі дейді. Енді осы жерде қарамен жазылған сөздердің қайсысын дауысты дыбыстарын анықтаймыз және оның жуан немесе жіңішке дыбыс екенін анықтаймыз. Мысалға, ерден ердің артықшылығы білігі деген кезде, ердің деген сөз бізде қарамен жазылып тұр. Ол жерде е деген дауысты дыбыс болып тұр. Олар бізде қандай дауысты дыбысқа жататын еді? Алдағы видеоға мән береміз де, ол жерде е дыбыстары олар бізде жіңішке естіліп тұр. Олар жіңішке дауысты дыбыс екен. Соны анықтаймыз. Елін сүйгеннің еңсесі биік дейді. Ерлік елдің өмірі, ерлер елдің айнасы дейді. Ерлік туралы мақал мәтелдер екен. Мүмкіндік болса барынша оқып жаттап алуға тырысамыз. Дәптерге мақалдарды көшіріп жазамыз және қарамен жазылған сөздерде дауысты дыбыстың түрін ажыратамыз. Келесі тапсырмадан сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, балалар. Меніңше түсінікті. Бесінші тапсырма. Мынандай сөз берілген. Терек, дала, орман, тау, саз, отын, тігін, жеңіс, ірімшік. Енді соларды жуан дауыстылар, жіңішке дауыстыларға бөліп жазамыз. Мысалға, мына жерден дала деген сөзді біз жуан дауыстылар қаратқызға. Өйткені дала дегендегі а дауысты дыбыс. Онда және дауысты дыбыстың жуан түрі дала. Ал жіңішке дауыстыларға терек деген сөз жатқыздық. Өйткені терек сөзіндегі дауысты дыбыс е. Е бізде жіңішке дыбыс екен, дауысты дыбыс екен. Осылай бізде қалғаны екеу, төртеу, алтау, 7 сөз қалды. Осылай топқа бөліп жазамыз.
Балалар, сендерге тақырып түсінікті деп ойлаймын. Дауысты дыбыстардың бүгін екі түрін өттік. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстарды өттік. Жуан дауыстыларға а, о, у, у, ал жіңішке дауыстыларға ә, е, ө, и, у жататынын білдік бүгін. Сабақтан сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Кері байланыс күтемін. Жеңіл тапсырмаларды алдым. Балалар, сау болыңыздар.